Өмірзақ Қожамұратов 1936 жылы 6 наурызда Өзбекстан Республикасының Бұқара облысы Тамды ауданында дүниеге келген. Алғаш еңбек жолын мектеп мұғалімі, аудандық ерікті спорт қоғамының төрағалығынан бастап, аудандық газеттерде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болып жұмыс істеді. Қызылорда қаласында халық шығармашылығы үйінің әдіскер маманы, Сырдария облысы Мақтаарал аудандық газетінің әдеби қызметкері болып еңбек еткен. 50-ші жылдардың аяғында аудандық, облыстық, республикалық мерзімді баспасөз беттерінде өлеңдері жарық көре бастаған. Орыс дойбысы бойынша құрметті дипломант, көптеген аймақтық, бүкілодақтық жарыстардың жүлдегері. Ақынның кейбір мақала жырлары, әңгіме очерктері «Әйтімзада әйтмей» деген әдеби лақап атпен жарияланған. Өмірзақ Қожамұратов 1983 жылдың 23 қаңтарында әдеби, мәдени күш-қуаты толысқан ең кемел шағында дүниеден өтті. Ақынның көз тірісінде 3-4 кітапшасы ғана жарық көрді. Өкінішке орай, аз ғана данамен басылып шыққан Тейтімдей 3 жинағы мен балаларға арналған суретті кітапшасы оны өлеңсүйер қауымға толық таныстыра алған жоқ. Өмірзақ ақынның жоқтаушысы болмады десек жаңылысамыз. Оның ең бірінші іздеушісі де, зерттеушісі де өзінің досы, қазақтың қалаулы перзенті, сыншы ғалым Зейнолла Серікқалиев еді. Жазушы, жалын баспаларынан ақынның жиделі байсын, таңғыр дауыс, жол аяқталмайды, ой кешу, күн астында құдірет, суреттегі жұмбақтар, жыр жинақтары жарық көрді. Өзбекстан және Қазақстан журналистер одағының мүшесі, жазушы журналист Қали Жолдасов қыруар жұмыстар жүргізіп, аяулы ақын аманатын 2009 жылы «Сезім сәттері» кітабымен қайта жаңғыртты. Өмірзақ Қожамұратов қазақ поэзиясының асқарына Жұмекен Нәжімеденов, Жүсіп Қыдыров, Құдаш Мұқашев, Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов сынды тарландармен қатар шыққан талантты ақындардың бірі. Кезінде жыр алыптары Әбділда Тәжібаев пен Әбу Сәрсенбаевтан бастап, белгілі аға буын мен қатарлас қаламгерлер оның ғажайып ақын екендігін мойындап, жылы пікірлерін білдірген болатын. Қилы көзқарас, бас қосу, естелік лебіздердің қай-қайсысы да Өмірзақтың әдеби қазынасын жан-жақты тануға қызмет ететін игі қадамдар.